алып, қазір мына жақта шыққан көрнеге кезекті, керекті жаңағы өзінің ұяшықтармен байланыстыруларыңыз керек. Кім шығады бірінші? Айша. Төбесіндесін, қызыл кітап. Яғни қай ұяшықпен сәйкес келеді? Сөйлемнің тұрғылықсыз мүшелері. Қайсылар жатады? Сықтауыш. Сықтауыш жатады, жақсы. Тағы да? Анықтауыш. Анықтауыш. Толықтауыш. Толықтауыш. Жақсы, жарайсың. Арғадай? Арнұр? Жоқ. Кімге неге, кімді нені? Сол балар? Тағы да. Келесі? Айнұр? Иә. Қандай сұраққа жауап береді? Не істеді, не дейді? Жақсы. Тағы да енді қараңыз. Қызыл кітап ма? Тағы да. Иә. Яғни бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Қазақстанның қызыл кітабына енген тұстар, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сабақ беру мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру және анықтауыштың сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Бағалау критерийлерімен таныс болыңдар. Тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап береді. Мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстырады. Анықтауыштың сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп талдайды. Өгершін бізге хат келген екен. Сол хатты алу арқылы біз топқа бөлмейік. Барлықтарын өзімен хаттарды көгершінде алдық. Арты жағында ұстардың қызметтері бейнеленген, сол бойынша топқа бөлмейік. Яғни бұл үш құста Қазақстанның қызыл кітабына енген құстар екен балалар. Енді келесі біздің тапсырып оқимыз, әр топ. Бірінші біз лашын тобынан бастаймыз. Сіздерге ол мәтіндерді үш топқа бөліп қойдым. Сол жеріне оқимыз. Әр топтың өзі рөлге бөліп оқимыз. Яғни автор, одан кейін қыран бар және балапан бар. Автор, қыран, балапан. Автор, қыран, балапан. Үшке бөліп оқимыз. Бірінші топ сіздерден кім? Топ басшылары айта кетейін, әрбір балаларды бағалап отырыңдар. Бірінші топтан кім? Топ басшысы Айғаным, екінші топтан Бағдәулет, үшінші топтан сайлап алыңдар. Алим. Жақсы. Енді бірінші топта кім? Автор, балапан, қыран. Сәл бастаймыз. Денесі зерленіп шырай бастады. Сырағы ұзарып, еңсесін көтерді. Түймедей дөңгелек жанары мында ұшқыны молайды. Шақша басын көкке қырауда созып ұмсынып қояды. Енді алдына тастаған жерді өзі жуып жейді. Әлсін қанатын кербілей қаққылап, дүр-дүр сілкінеді. Жеті қимылда ширайсың деп жебейді енесі. Балапан ұшуға талпынғанмен шыңырау құзға көзі түскенде сескене тежеліп қалады. Сен төмендегі құзға емес, көкке қарай ұшуға тиіссің, дейді енесі қайрап. Құлап кетпеймін бе? Қанатың бар емес пе, қанат ұшуға керек, денен ширақ ұста. Сонда да қорқамын. Сескенсең сергектігінен айырыласың, батыл бол. Есінде қаздиып тұрған балапанды енесі қанатымен қағып жіберді. Балапан сасқалақтай далбалақтап құзға құлап бара жатты. Әлден уақытта қалықтаған қыран таяп келіп, балапанның астыңғы жағынан бір қанатымен демеп өтті. Сол ақ екен балапан есін жиып жоғарыға ұмтылды. Жартастағы Қыран тұқымысын, жалғыздың жары тәңір, жасқанба. Жұмыртқадағы кезінде аязға ұрындырмай бауырыма бастың. Бірақ жарық дүниеге көз жарған соң қайсар болсын деп қасқырдың күшігімен önüne шықты. Бағытын таңдағандай қалқып жүр. Жақсы бала. Яғни қыранның балапаны. Бұл жерде қыран өзінің балапанын қалай баптағаны, алдағы өмірге қалай бейімдегені туралы айтылады. Жақсы, енді осы бойынша бізде тапсырма беріледі. Үш топқа үш тапсырма. Яғни ортақ платформасы арқылы тапсырма орындаймыз. Дескриптор үш ұяшық бар. Үш ұяшықтың қайсысын таңдайсыздар? Лашын тобы. 2. Мәтінге сәйкес мақал мәтін жазамыз. Яғни мәтінде не туралы? Жалпы құстар туралы.
туралы, иә, құстар туралы, жануарлар туралы, біздің қызыл кітапқа енген өсімдіктер туралы оқысаңыздар болады. Мақал мәтел жазасыздар. Келесі топ қыран тобы. Қазақ. Балалар, уақытымыз кетті. Билели кітапқа жазып салған. Сетке түсіріп Аттанағанда ол жақта жануарлар, өсімдіктер туралы мақал мәтелдер түсті. Енді біз жазған мақал мәтелдермен сіздерді таныстыра өтсек. Аққуды атпа, досыңды сатпа. Құс қанатымен ұшады, құйрығымен қонады. қара құс шашпай жейді, қара құс басын жейді. Ит тамағы үшін жүреді, құс тамағы үшін ұшады. Жарқадаққа жарықтан қараңғы артық. Тоты құс бойына қарап зарланады. Кен гүлін қорғайды, балқурай бірін қорғайды. Қыран құстың бағасы ұшса келмес оған. Қасқырдың ойлағаны арамдық, қойдың ойлағаны амандық. Жақсы. Яғни қыран құстың өзінің балапанына деген. Автор балапанмен қыран құстың мысал ретінде алу арқылы баланың тәрбиесін аңғартқысы келіп тұр. Қыран балапанның ұшын рете келе, алдағы өмірге бейімдейді. Қыран құс қайсардың Әке шешең айтқаны балаларға мотивация сондай болады. Автор баласы мен қыран құсты мысал ретінде алу арқылы баланың тәрбиесін аңғартқысы келді. Яғни қазіргі өмірмен, шынайы өмірмен байланыстырып көрейік. Ал үшінші сюжетте қыранның өз балапанына деген мейірімділігін байқаймыз. Ол қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, соны өскеніне дамып ұшып кетеріне дейін дамытып бағады. Ал одан кейінгі тағдыры ол балапанға не істейді? Әкенің ең керемет тәрбиесі десек болады. Яғни шынайы өмірмен байланыстыратын болсақ, қою харппен жазылған сөздер бар, сол қою харппен жазылған сөздерді басқа мағыналас сөздермен алмастырып көшіріп жазамыз. Мағыналас сөздер қандай сөздер? Синоним сөздермен, мысалы біріншіде сен жалғызсың, бірақ қыран тұқымысың. Бұл жерде қою харппен берілген қай сөз? Жалғыз. Ескерістірі қою харппен берілген сөздерді басқа мағыналас сөздермен алмастырып көшіріп жазады. Сіздерге 3 минут уақыт беріледі. Аяқтар деп ойлаймын.
бірінші топтан бастайық. 3 сөзден оқып шығайық. Бізге барлығы берілген. Қанша сөз екен? 9-10 сөз, иә? Бірінші. Құран тобынан бастайықшы. Қандай оқып шығайық. Қандай сөздермен алмастырды? Біреусің тарасың. Жақсы. Келесі. Ерасыл. Келесі сөз. Даусын шығарыңыз. Жақсы. Келесі Құрби тобы. Даяна. Көз жарған соң. Көз жарған соң. Дүниеге келгенсің, иә? Келесі Нұрдәулет. Өшкенде. Данияр. Қалауыңды. Келесі соңғы сөздер лашын тобына қалды. Мөлдір. Алдағы. Болашақта келесі. Шама шарқына, күшіне. Күшіне байланысты. Келесі мейірім. Көз жарған соң дүниеге Қайсар. қайсар Батыл. Жақсы. Келесі Ерлан. айырылысар шапқа қоштасар Шаққа келдік. Жақсы бала, оның сапасын, мөлшерін білдіретін сөйлемнің тұрлаусыз мүшесі екеніне анықтаушының сұрақтары қандай, қай, кімнің, ненің, неше, қайткен, неттен деген сұрақтарға жауап береді екен. Анықтауыш болатын сөз таптары да бар. Яғни анықтауыш негізгі және туынды сын есімдер көбінесе анықтауыш болады екен. Одан кейін зат есімдер болады. Сан есімнен есімдік, етістік, есімше және ілік септігі жалғанған сөздерден құралған бұлардың барлығы анықтауыш болады екен. Сөйлемде бұлар анықтауыштың қызметін атқарады екен. Құрамына қарай дара, күрделі және үйірлі анықтауыш болып бөлінеді. Бір ғана сөзден құралған анықтауыш болса, ол дара, күрделі дегеніміз ол яғни екі немесе одан да көп немесе сөз тіркестерінен, тұрақты сөз тіркестерінен құралған болса, олар күрделі және екі немесе одан да көп сөздің шоғырлану арқылы жасалған сөздер болса, олар үйірлі анықтауыш қызметін үйірлі анықтауыш болады екен бала. Батырлықтың, қайсарлықтың, еркіндіктің символы. Ол бізде күрделі анықтауыш болып келеді. Қай сөздер? Бізде бұл сұрақ немеге жауап береді. Мысалы, батырлықтың, қайсарлықтың, еркіндіктің символы деген, ненің деген сұрақ. Символы деген бұл жерде баяндауыш. Ненің символы? Батырлықтың күрделі не болып тұр? Талпынды баяндауыш, не істеді? Балапан не істеуге талпынды? Ұшуға талпынды. Дара анықтауыш. Ұшуға деген Бұл сабаққа байланысты әрқайсының дұрыс жауаптарын біріктіру арқылы бір фигура шығарамыз. Үшбұрыш, ромбик шығарамыз. Бүгінгі сабақта бір-біріне сәйкестендіресіңдер, сол кезде бізде фигура шығады. Үшбұрышты фигура шығады. Қызыл кітап. Орта қойсын шыққан. Короче, бір-біріне сәйкес болды. Даяна, сен неге сабаққа қатыспайсың? Құрандарға байланысты жасалынған. Бағана көгершіндерден хат алып қоя. Осы хатқа жауап ретінде өзіміздің бүгінгі сабақта не алдық? Бізге не ұнады? Не ұтымды болды? Не түсіндіңдер сабақтан? Сол бойынша өздерінің ойларыңды жазып, қайтадан біз ол біз анықтауышты үйрендік. Оның ішіне ол дара, күрделі және үйірлі болып бөлінеді. Және де ол үйірсізбен сылады. Жақсы. Жазып болсақ, қайтадан хатымызды тапсырма